Абай облысының әкімі Берік Уәлидің аудандарға сапары жалғасуда. Бұл жолы Бесқарағай ауданына барған аймақ басшысы бірнеше ауылды аралап әлеуметтік маңызы бар нысандардың бүгінгі жайымен танысты. Олардың қатарында мектеп, медициналық пункт, шекара бекеті, асыл тұқымды шаруа қожалығы бар. Сапар аясында әкімге ауданда жоспарланып отырған әлеуметтік инвестициялық жобалар таныстырылды. Аймақ басшысының алдымен аялдаған жері жайлы мектеп бағдарламасымен салынған мектеп болды. Құрылысы толық аяқталған нысанда бір мәселе бар. Нысанға тапсырыс беруші Самұрық Қазына Констракшн акционерлік қоғамы электрмен жабдықтауға қатысты. Туындаған мәселеге байланысты ғимаратты жергілікті атқарушы органдардың қарамағына бермеген. Басқармасы неге уақытылы қадағаламады? Электричество деп айтылды. Соның бір техникалық моменттары қалды. Қазір трансформаторын жаңағы жабдығын ауыстырып жіберіп іске қосуға мүмкіндік бар жақын арада. Қашан? Енді оның деталі қазір бір аптаның ішінде келу керек. Мектеп пайдалануға берілісімен бұрынғы балабақшада соңғы 20 жылдан артық білім алып келе жатқан оқушылар жаңа ғимаратқа көшіріледі. Ал балабақшаға бейімделген ғимаратты мектепке дейінгі тәрбие беретін мекеме етіп қайтадан ашамыз. Бұл аудан орталығындағы балабақша кезегінде тұрғандардың мәселесін түбегейлі шешеді дейді жергілікті атқамінерлер. Жауапты тұлғалар жаңа мектептегі оқу процесін оқу жылының соңғы 90-ында бастауды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда барлық құрылыс аяқталып, осы 497 бала осында көшіп, осы жерде білім алатын болады. Бұл жерден де барлық кабинеттер толық жабдықталған, соңғы модификациялық үлгідегі жабдықтар. Сонымен қатар информатика, робототехника, бастауыш сыныптардың информатикасы кабинеті бар, сенсорика, тағы басқа балаларға тиісті кабинеттермен жабдықталған. Акты залы бар, 84 орынға, спорт залы бар, соңғы талаптарға сәйкес келетін. Аймақ басшысына жеке инвесторлар есебінен жүзеге асыруды жоспарлап отырған жобалар таныстырылды. Олардың қатарында Бесқарағай ауылында 100 орындық балаларды дамыту орталығы, күнбағыс майын өндіретін зауыт, көп пәтерлі тұрғын үй кешені, Белокаменка ауылында 50 орындық мектеп салу, Шошқалы көлінің туристік әлеуетін арттыру секілді жобалар бар. Облыс әкімінің жұмыс сапары шекарадағы Қоянбай ауылындағы жаңадан салынған медициналық пунктте жалғасты. 400-ге жуық тұрғынға қызмет көрсететін медициналық пункт жұмысын бастауға әзір. Аймақ басшысы Қоянбай шекаралық бақылау бөлімшесінің жұмысымен де танысты. Аудан әкімі облыс басшысына Қоянбай ауылынан шекараға дейінгі 8 шақырым жолға асфальт төсеп, бақылау бөлімшесінің қызмет аясын кеңейтуді сұнды. Мына жерден тамошынан ашылса ғана, ашылмаса ол жолдың қандай онда бізге тиімділігі бар. Бізде елді мекендердің арасында, ауылдардың бірінің арасында бірінде жол жоқ мысалы. Осы шекараға дейін жолды не үшін саламыз деймді. Әрбір ұсынған кезде жобаны экономикалық тиімділігін зерттеп барып ұсыну керек қой. Ерназар ауылындағы асыл тұқымды жылқы өсірумен шұғылданатын Мукинов шаруа қожалығы көптеген ғылыми жетістіктерге жетіп отыр. 2022 жылы Бесқарағай аталатын қазақы жылқының жаңа типін шығарған. Шойынқара мен байторы деген атауға ие болған жылқылардың ерекшелігі кез келген ауа райына төзімді, бойы биік, етті әрі сүтті. Селекциялық жұмыспен Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Семейдегі Шәкәрім университетінің ғалымдары айналысқан. Жылқымен қатар ірі қара және қой шаруашылығын қоса дамытып келе жатқан шаруашылықтың ғылыми жетістіктерін жоғары бағалаған облыс әкімі осы бағыттағы жұмыстарды жалғастырудың маңызын атап өтті. Лошади у нас, они, Жылқыларымыз Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Соның ішінде оңтүстік өңірлер, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау, Павлодар және өзіміздің облысымыздың шаруалары бізден жылқы сатып алды. Біз ет бағытында да жұмыс жасаймыз. Облыс әкімі сапар аясында барлық сұрақтар бойынша тиісті басқарма басшылары мен аудан әкіміне тың тапсырмалар жүктеп, апта сайын есеп беріп отыруды міндеттеді. Ермек Исабаев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.